Италия туралы 10 дерек. Италия. Ресми атауы Италия Республикасы. Еуропаның оңтүстік бөлігінде жерорта теңізі жағалауындағы Апеннин түбегінде Сицилия, Сардиния және бірнеше ұсақ аралдарда орналасқан мемлекет. Жер көлемі 301,3 мың км квадрат. Халқы 62 миллион адам, халқының 94% италиялықтар. Мемлекеттік тілі итальян тілі. Халқы христиан дінінің католик тармағын ұстанады. Астанасы Рим 2,8 миллион, бұған қоса Милан 1,6 миллион, Неаполь 1,2 миллион, Турин 1,1 миллион, тағы басқа ірі қалалары бар. Италия территориясында тәуелсіз екі мемлекет, Ватикан, Сан-Марино орналасқан. Әкімшілік территориялық жағынан 20 облыстан тұрады. Оның бесеуінің Сицилия, Сардиния, Трентино, Альто Адидже, Валле d'Aosta, Фриули, Венеция, Джулия ерекше автономиялық мәртебесі бар. Облыстар 94 провинцияға бөлінеді. Италия парламенттік республика 1948 жылы қабылданған конституция бойынша елді президент басқарады. Ол 7 жыл сайын қос палаталы парламент депутаттары мен облыстардан келген өкілдердің бірлескен жиналысында қайта сайланып отырады. Заң шығарушы орган екі палатадан, республика сенаты 372 сенатор мен депутаттар палатасынан 630 депутат тұрады. Атқарушы билік министрлік кеңесінің қолында. Ұлттық ақша бірлігі лира. Ұлттық мерекесі маусымның алғашқы жексенбісі, республиканың құрылған күні 2 маусым 1946 жыл. Назарларыңызға рахмет.